Так, жақсы, саламатсыздар. Орнымызда тұрайық. Отырамыз, жақсы. Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру. Енді сендер осы уақытқа дейін қысқаша көбейту формулаларымен барлығымен таныстыңдар. Танысып қана қоймай, сол формулаларды есептер шығару барысында қалай пайдаланамыз? Бүгінгі сабақтың мақсатының өзі сол. Қысқаша көбейту формулаларын қай кезде пайдаланушы едік біз? Өрнектер не істеу кезінде? Өрнектерді ықшамдау кезінде, теңдеулер шығарамыз, теңістіктер шығарған кезде, демек, көп жағдайда біз осы қысқаша көбейту формулаларын пайдаланады екенбіз. Қазір енді сабақты бастамастан бұрын үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үй тапсырма шықты ма? Үйге қай есеп беріледі бізге? Кітап маған біреу бере тұршы, бір кітап. 35-те 18-дің біреуін класста шығардық қой біз, сыныпта, 2 мен 3-ті шығарған. 2-де қанша шықты? 4. Теңдеуді шығарған кезде. Демек, бұл жерде не істедік біз? Жақшаны ашып, ықшамдадық. Үшіншісінде де жақшаны ашып, ықшамдадық, екіншісінде 4 шығу керек, дұрыс па? Тамаша. Так, үшіншісінде ше? 16-дан 1 деген жай бөлшек шығу керек еді. Не болса, 10-дық бөлшекке айландыруға болады, 16-дан 1 қалдырсақ та болады екен. Жақсы. Так, енді сабақты бастамастан бұрын мен сендердің қолдарыңа жаңа бағалау парағын таратып бердім. Артына жаңағы 2 стикер болған қосымша тапсырмаларды орындайсыңдар. Не? Қалай орындаймыз бұл жерде? Мына жоғары жағын аты жөндерін жазып қойыңдар. Мадияр деген сияқты. Одан кейін жоғары жағында орындалған тапсырмаға байланысты өздерін қоясыңдар. Топқа бөлуден бастаймыз. Плюс болса плюс, минус болса түсінсеңдер плюс. Толық түсінбесеңдер плюс, минус қоясыңдар, түсінбесеңдер минус қоясыңдар деген сияқты толтырасыңдар. Түсінікті ғой, Ең соңында көңіл күйлеріңді мына стикерге байланысты қоясыңдар. Жақсы болса жақсы деген сияқты. Плюс қоясыңдар ма, не қоясыңдар, өздерің білесіңдер. Түсінікті ғой, Так, атымыз жазып қойдық па? Енді бірінші бір-бірімізге жақсы тілек тілейік, ал сәттілік тілейміз сендерге, балалар, Барлықтарымызға сәттілік тілейміз. Енді ашық сабағымызда бастайық. Біз енді арнайы уақыт үнемдеу үшін топқа бөліп қойдым. Бірінші топ бізде қандай топ? Квадраттар тобы, екінші топ кубтар тобы, үшінші топ көбейтінділер тобы деп топтың атын құрастырып алдық. Енді бірінші квадраттар тобына сұрақ. Қол көтеріп қана жауап береміз, Үштің квадраты. Ағарыз. 9 болады, дұрыс. Так. 5 А-ның квадраты. Анел? 25 А квадрат. Квадрат екеуіне тиісті болады. Үшінші. 8 А квадрат Б кубтың квадраты. Қайана? Дұрыс қой. Тамаша, жақсы. Өздерін бағалап қойып отырыңдар, қалай жағдайларың байланысты. Екінші, бізде кубтар тобы. Сұрақ сендерге. 2-ның кубы. Іңкар? 8 болады, тамаша. Келесі. 3-тен 1 А квадрат Б-ның кубы. Тамир? 27-де 1 А-ның 6 дәрежесі Б-ның кубы. Тамаша. Так, келесі біреуін қойсалақ енді. 0,5 X-тің кубы. Мансур? X куб. Тамаша. Дұрыс болды, Так, келесі өздерін бағалап қойыңдар. Рамазанға да қарап қойыңдар, Рамазан. Түсіндік қойыңыз, Рамазан түсінбей тұрса. Так, енді көбейтінділер тобы. Сендерге тапсырма. Мынаға жазайын. 3 көбейтілген
2-нің квадраты АБ квадрат. Енді ықшамдау ғой. Қанша шығады? Қанша болады? Дұрыс. Іңкәр айт. Неге 36 болады? Қанша? 12 ғой енді. 2-нің квадраты 4 емес па? 4 жүрішім 12 АБ квадрат қой. Бұл емес па? 36-ны айналып тұсыңдар. Келесін қарағал енді. 2 көбейту 4-тен 1 Б. Бұнда да ықшамдау. Қанша? Тұрбайды. 2-ден 1 Б болады. 4 пен 2 қарады ғой, 2-ден 1 Б болады. Түсікті ғой, я? Жақсы, енді сол бойынша өздеріңді бағалап қоямыз. Так, келесі тапсырма бізде енді я немесе жоқ деген әдіс. Бұнда да кішкене мына сұрақтарға біз дұрыс жауап беруіміз керек, я? Мынарада бізде 6 сұрақ беріліп тұр. Мына кітап артын аласыңдарда жазыңдар. Бірінші сұраққа я ма жоқ па? Сұрақ былай. Сандардың және тыңдаңдар, дауыстап айтпаңдар, бірін айтып естіп қойсыңдар, сондықтан да. Бірінші сұрақ. Сұрақтардың және әріптердің қосындысын бір мүше деп атайды. Я болса я, жоқ болса жоқ. Мына көрініп тұр ма? Бірінші сұраққа я немесе жоқ деп жазып қойыңдар. Рамазан, ары қарап жазып отыр. Сандардың және әріптердің қосындысын бір мүше деп атайды. Екінші сұрақ. Бір-бірінен айырмашылығы тек қана коэффициентінде ғана болатын бір мүшелерді ұқсас мүшелер деп атайды. Я ма жоқ па? Өздерің жазыңдар. Екінші сұраққа. Үшінші сұрақ қандай бізде? Бір мүшені көп мүшеге көбейткен кезде бір мүше шығады дейді. Бір мүшені көп мүшеге көбейткенде бір мүше шығады. Я ма жоқ па? Өздерің жауап бересіңдер. Төртінші сұрақ. Бірнеше бір мүшелердің алгебралық қосындысы көп мүше деп аталады. Бесінші сұрақ. Көп мүшені көп мүшеге көбейткенде көп мүше шығады. Мысал үшін А плюс Б-ны А плюс Б-ға немесе А плюс Б-ны А минус Б-ға көбейткенде қандай шығады? Көп мүше ма, бір мүше ма, соны жазыңдар. Я или жоқ деп. Алтыншы. Көп мүшені көп мүшеге көбейту үшін біріншінің әрбір мүшесін екіншінің әрбір мүшесіне көбейтіп алып шыққан нәтижелерді қосамыз. Болды па? 6 сұраққа да жазыңдар ма? Аха, я, жоқ. Қазір енді бағалаймыз. Енді тексеріңіздер. Бірінші жоқ. Я, жоқ, я, жоқ. Енді бағалаңыздар. Мен қалай бағалайсыңдар дедім? 5 пен 6 дұрыс болса, плюс қойып қойыңдар. Қалғандарына енді плюс минус қойасыңдар. Ерлерінде бағаладыңдар ма өздерінде? Бұлай жазыңдар да, бұлай бағалап отырыңдар. Ең соңынан жинап аламын мен. Түсікті ғой, я? Енді талдап жүрейік енді. Сандардың және әріптердің қосындысы бір мүше бола ма? Сандардың және әріптердің қосындысы көп мүше болады, я? Өйткені бір мүше болсын тек қана көбейту болу керек ортасында. Дұрыс екен. Бір-бірінің айырмашылығы бұл енді дұрыс, я? Ұқсас мүшелер болады. Бір мүшені көп мүшеге көбейткенде не шығады дейді? Көп мүше шығу керек. Демек нарада екен. Түсінікті, жақсы. Келесі бөлімге кеттік. Бағалап қойдық қой, я? Енді сәйкестендіру. Бұл жерде де екіншісін пайдаланыңдар енді. Бірмен қайсы сәйкес келеді? Соны жазыңыздар. Бір А ма, бір А ма. 7 сұраққа жауап береміз. Бұл жер бәрі дайын. Бірмен қайсы сәйкес келеді? Қазір тақтақшып айтып бересіңдер ережесін. Біз осы уақытқа дейінгі өткен 7 формула ғой өзі, я? 7 болғанда біреу, ана екеуі плюс минус, ана үшеуі плюс минус, сонда 4-ақ формула өттік қой өзі. Айырмашылығы таңбаларында ғана, плюс минусында ғана. Болды па? Болды. Енді түземейсіңдер соны қаласыңдар, я? Бұл жерден сендер 2 қойып қояды, анау деп нетпеңдер, не білеміз соны жазыңдар. Так, жақсы. Бірінші сұраққа 2 өрнектің айырмасының квадратын кім айтып берем дейді? Қосындының квадратын айтсаңдар да болады. 2 өрнектің қосындының квадраты. Кім айтам дейді басқа? А плюс Б-ның квадраты, қосындысының квадратын. Іңкәр айтам дейді. Ал, айтшы. Біріншісінің квадраты қосылған 2 еселенген біріншісінің екіншісі қосылған екіншісінің квадраты. Екіншісінің квадраты. Яғни, маған қайсы сәйкес келеді? Сен қайсын айттың? Қосындыны айттың ба? Маған қайсы сәйкес келеді сонда? Бірмен Е сәйкес келеді дейді. Дұрыс қой, бірақ жөндемеңдер, қазір көреміз. Так, енді айырмасы болса, тек қана айырмашылығы минуста болады. Демек, мынаған сәйкес келді, я, дұрыс па? Так, кубтардың айырмасын кім айтып береді сөзбен? Ал, қаласа. Бірінші өрнектің несі жазылады, одан кейін толымсыз айырманың. Дұрыс. Толымсыз айырма болғанда қосынды болады. Бұның қайсы сонда бізде? Екінің қайсы сонда?
В болады. В болады. Түсінді ма? Так. Квадраттардың айырмасын кім айтып береді? А квадрат минус Б квадрат. Іңкәр? Екі мүшенің айырымымен екі мүшенің қосындысын көреміз. Біздің жағдайда қайсы? А болады, дұрыс айтасыңдар. Так, мынау баған айтылды, иә? Бұл қайсы еді бізде? Г болды. Так, қосындының кубын кім айтамын дейді? Дамир. Екі өрнектің қосындысының кубы ол біріншісінің квадрат. Біріншісінің кубы қосылған үш еселенген біріншісінің квадратымен екіншісінің өзі қосылған үш еселенген біріншісінің өзі екіншісінің квадраты қосылған екіншісінің кубы. Екіншісінің кубы. Дұрыс қой, иә? Яғни біздің жағдайда 5 пен қай сәйкес келеді екен? 5 пен Д сәйкес келеді. Бес пен Д сәйкес келді. Енді мынау айырмасы қайсы бізде? Мынау ғой, иә? Мынау болады да, мынау қайсы болады қосын? Бұныкі Ә болады енді. Дұрыстап бар ма екен дұрыстарың? Қанша дұрыс болды, соғынша өздерін бағалап қоясыңдар болды. Тамаша. Енді бәрін еске түсіріп алдық. Енді біз осы берілген формулаларды пайдаланып есептерді ықшамдауда қолданамыз. Енді топтық жұмыс, әр 3 топқа мен тапсырмалар беремін. 5 тапсырмадан бірінші квадраттар тобы, кубтар тобы, көбейтінділер тобы. Ал жиналыңдар да. Бір мен екі енді оп-оңай тапсырмалар, иә? Тақтада көрініп тұр ма? Ау. Иә? Болды ғой. Квадрат қаншаны просто соны табуың керек. Сараққа орындай бер, дәптерге орындай бер, одан кейін тақтаға біреуін шығарасыңдар. Так, үшіншісін кім орындаймын дейді? Топта дайындар бар ма? Бірден шығарам дейтіндер. Соңғысын, бесіншісін. 5 орындайсың, сен дайындалып отыра тұр. Так, үшіншісін кім орындаймын дейді? Тақтаға орындай берейік, үшіншісін. Үшінші тапсырманы орындайсыңдар ма? Үшіншісі ме? Иә. Шығасың ба? Ал кет, шығара бер. Қой сал ана, таста кет, тұрған. Так, сенде қай топ кубтар ма? А минус 4 бұның кубымен аш. Так, сендерде үштігім орындайды. Бірдей тағы орындай бер. Үшті орындайсың бар. Тақтағы орындай бер. Сенкіне 3-ен минус 2-ның кубы. Арғы бірінші тақтағы орында. Сендерде кім орындайым дейді? Кубтар кім ашам дейді? Үшіншісін. Жоқ, пока бір-бірден шығарып беріп деп тұрмын ғой, үшінші тапсырманы. Шығатын ба? Бат, шыға бер. Сен ең соңғысын орындайсың оны қазір. Так, бұл қосындының кубының формасымен ашылады, иә? Так, сендер қарамай орындай беріңіздер. Ана, таса кетпер. Болды болса қайшы жоқ. Ана, көріне ме тақта? Әке, дәптерін парағын бер. Қазір тексерейік алайын да. Орындай бер. Так, сенікі. Үшіншісі. 27n куб минус 54n квадраттен плюс 36. 18 болмайды ған жерде. Так. Қанша болады? Шеселенген екіншінің квадраты ғой. Аспасы еспеш? Екінші квадрат қанша?
12. 12-нің көбейтсек қанша? Кімдікі дұрыс? Анжутікі ма? Так, екінші топ қоя. Так. А куб минус 12а квадрат па плюс 48аб квадрат. Тамаша отыра қойыңыз дұрыс. Так, қане сіздікін көрейік. Х куб минус 9х квадрат y, 27х y квадрат минус тамаша отырыңыздар болды. Так, нар 46 емес, ойлансашы. Формула қандай еді? Жаш нараға. Үш еселенген біріншінің өзі екіншінің квадрат болады ғой. Біріншінің өзі мынау. Үш еселенген наның өзін жасың ғой, үшен деп. Наның квадраты қанша? 4m квадрат қой. 4m квадрат. Енді осылар қанша болды? Қанша екен? 9/4. 36 болады. 36 n квадрат. Болды, енді дұрыс болды міне. Тамаша. Так. Біріншіңім жазам дейді тақтаға. Сал, өзің неңді. N-нің квадраты болды. Ең соңғы кішкене күрделірек соның қарасында шығарайын болды. Ал осылай бір жолға сыймады ма анау? Тең. Сен екінші топ па? Екі бүтін оннан үш а жерде. Жас, мен айтып тұрам, жас. 2,3 асы бар. Плюс 7b кубтың куб екінші ақшада соның плюсы. 2,3 а қосу 7 бұның кубы. Жақшан жап минус екінші ақшан аш 2,3 а қосу 7b куб. b куб сыртында квадраты. Жазуың әдемі сынай. Болды енді қысқаша көйдің формуларын пайдаланымызда ақшамдаймыз, я? 2,3-ның квадраты қанша? Ма кітаптың қара артынан. 23-ті қарайсың ғой. 5,29 екен. 5,129. Так, n6, 5m, 31n куб тамаша, 25m квадрат. Бұл нөз квадраттарын айырмасын берді. Аспа сен бірек мұтып кеттің ғой деймін. Так, нанын еттің ғой, е? Науың бар ғой. Нан квадрат бар ғой. Нан квадраттадың ғой. Мынау ол. Енді нан квадрат мұтып кетіпсің ғой сен. Плюс 25m квадрат бар тағы да. Ол наныкі. Енді наныкі бар. Нан өшірет тұр кішкене. Сен қара, бірінші жақшаны аштың ғой квадраттап. Енді мына жақшаң бар ғой. Квадраттарын айырмасын береді. Демек, наның квадраты m квадрат. Минус, наның квадраты қанша? n-нің 6 болды. Болды, жойылатын қайсы? Мына екеуі жойылды. Тағы бар ма жойылатын? Екеуі жойылды. Жауап қанша қалды? n куб m квадрат қалды. Так. Болды. Жақсы. Берға, нарада плюс болады. Қанша? Аласа, нарада плюс болады. Алдында плюс бар ғой. Плюс болады, жаз, жөнде. Сонда 25-тер жойылмайды. Иә, қоса саласың болды. Алдында плюс қой. Сонда екеуі қоса қанша? Плюс 50 м енді дұрыс болды міне. Нан алды минус болады. Болды, дұрыс болды. Так, сіздің көрейік.
72 y квадрат минус 13-те 2 x квадрат y. Тамаша, молодец, отыр, жақсы. Бірақ 72-ні алып плюс болу керек еді ғой. Ана плюс 36 y квадрат болды ғой. Иә. Ана жақта да плюс, ана да плюс болу керек. Бұнда плюс болды, бәсе? Болды. Енді дұрыс болды, тамаша, жақсы. Енді бұл кішкене күрделесеп, сен не істеп жатсың? Анау екі еселегені қанша болады, қарсашы. Анау, бері қара. Мына квадраттарын айырмасын береді ғой. Мынаның квадраты қанша? А минус ба, плюс ба квадраттарын айырмасын білмей ма? Біріншінің квадраты, минус екіншінің квадраты. Көшір. Аспа, болды. Минус, сонда қанша болады жақта? Квадраты 49. Бұның 6 дәрежесі болады. 6 дәрежесі, иә? Енді екінші ақшаны ашасың. Минусын қойып қойда. Біріншінің квадраты анау қанша? Екіншінің квадраты бағана қанша? 529а квадрат. Минус 2 еселейсің. 14, 2 жер 14, 14 2 көбейді. Сразу көбейді астына. 14 2 көбейді. Бағандап көйсеш? 32-де 2 болады, 32-де 2. Минус 32-де 2, АБ куб болады. АБ куб қосу 49Б 6 болады. Болды, болды, отыр енді, жақсы. Кішкене аяқталмай алды, уақытты үнемдеу үшін болды, Асқалақтама күнде шығаруын есеп қойын. Есеп оңай емес бірақ, бөлшектер, бөлшектің дәрежесін табу, екі еселеу деген барлық кішкене уақыт алып қояды. Так, болдық па барлығымыз? Енді сол бойынша өздеріңізді бағалаңыздар. Топтық жұмыс болғаннан кейін барлықтарыңа бірдей баға қойыңдар. Плюс па, плюс минус па? Сендер қандай баға қоясыңдар? Плюс минус қоясыңдар. Топтық жұмысқа. Так, жақсы, тамаша. Келесі. Келесі бізде барлығымыз бері қараймыз, сергіту сәті кішкене. Кішкене математикалық сауаттылықтың бір есептері бар, екі есебін алып келдім. Қол көтеріп қана жауап беремін. Сұрақ белгісінің орындағы белгісіз санды табу керек бізге. Так, қоя тұрыңыз. Келесі тағы да басқа кім білем дейді? Біліп, тағы кім білем дейді? Бір адам айтып қойса қызық болмайды. Сен біліп olsun. Тағы кім біледі? Ойлаңдар кішкене. Мансұр, біліп отырсың ба? Не қол көтермейсің? Айтпа. Дамир, Мансұр. Қанша? 12. Жоқ. 6. Жоқ. 9. Жоқ. Сен қанша таптың? 8. Так, ал қалай 8? Ана жерде бірдің кубы 1, Аха. дәрежесі 2. Дұрыс. Мынау дәрежелер екен. 1-дің 3 дәрежесі 1, 2-ның 1 дәрежесі 2, 3-дің 2 дәрежесі қанша? 9, ендеше 2-ның 3 дәрежесін табамыз? 8. Бұл есептің бәрін бүгін сабақ қатысы бар ғой. Кубтар, квадрат, сол үшін мен алып отырмын, Тамаша. Келесіне қарайық. Кішкене ойланатын есеп. Енді бер қараңыздар. 5, 10 қайдан шығып тұр? Бір заңдылық бар. Одан кейін 6, 18 шығып тұр. 7, 28, 11, 11 қанша шығу керек? Так, қоя тұр. Асықпа. Дұрыс емес әлі. Ойландыңдар. Бісміллә деп айта бересіңдер ме сөйтіп енді? Сен ойлансаңдаршы. Сіздерге де ойлансақ болады. Жоқ.
Жоқ. Жоқ. Жоқ. Бәрі 55 деп ойлайды. Давай, тап. Дұрыс келесіңдер. Жоқ. Қолға пара қалсындар, кішкене есептеп көріңдер. 66. Жоқ. 12 қайдан шығып тұр? 5 көбейту 2 ма? 6 қайдан шығып тұр? 3. 7 қайдан шығып тұр? 28 қайдан шығып тұр? Енді 11 қайдан шығады? Сұрақ беріңіз, қандай сан болу керек? 99. Көп нүкте қойып қойын бүйтіп. Қайдағы бір? Неге? 2, 3, 4-ті қосамыз ба 11 көбейтеміз. Жоқ, ол 90-лық емес. Мансұр қанша болды? 7 деген қанша бар бізде? 88. Қанша бар? 88 болады. Ол қайдан шықты? 7 деген қанша тұрады бізде? 8 ғой. 5. 9-ды көбейтеміз 6 ма? 10. 7. 11-ді 8 көбейтеміз. Қарасыңдаршы не? 5, 6, 7, 8 жоқ, 9 жоқ, 10 жоқ, 11 жоқ. Түсінді ма? Енді түсіндір ма заңдылықта? Былай қарасаң оңай есеп сияқты, я? Елдің барлығы осымен бізде шатастырады көбісі. Так, тамаша, жақсы. Так, енді қоя тұрайықшы, уақыт ұйымдау үшін. Енді мына тестті жылдам, кім жылдам деген тест бар, соны орындап берсеңдерші. Топтарын алыңдар. Ар жақта, алып кетті. Фамилияны жазыңдарда, жылдам тестін орындаңыздар, соны да бағалап жүрейік. Кәне жылдам жатайық. Бізден бір тапсырма қалды. Белгілей бер. Бұл жерден жылдам есеп тұр ғой. Біріншісі, екіншісі. Барлық оңай. Болдық па? Аха. Кім болды қол көтереміз бәрі? 2 адам. Айырма мен қосындының көбейтісі нені береді? Раяна. Болды ма? Раяна болды қой, я? Болды. Бекзат. Үңкәр ан жақта. Болды па? Тамаша. Ал енді өздерің неге бағалайсыңдар, қараңыздар не? Дұрыс жауаптары. Б, А, С, Д, А. Дұрыс па? Мынау бойынша бағалаңыздар. 5 пен 6-ға шейін дұрыс болса, плюс қойыңыздар. 3, 4 болса, плюс минус. 2 ғана дұрыс болса, минус қойып қойыңыздар. Ау? Не дейсің? Көрмеген ғой мынарда. 5 тұр ғой міне. 6-нікі А. Болды па? Нені береді? Біріншінің кубы. Нау ғой. Дұрыстарына птичік қойсаңдар. Болды па? Так, енді. Бізде кішкене келесі оқулықпен жұмыс 35-те 8-ді ашыңыздар. 35-те 8. Теңдеулер. Жылдам оңай теңдеулер енді еді. Жақшаны ашып, бұқшамдап шығарамыз. Так, біріншінің кім шығарам дейді. Кел, жылдам шығар. Екіншінің, Каусар кеш. Үшіншіне кім шығарам дейді, жылдам. Кел. 4-ке сияма адам. Ортаны бөлсаш бүйтіп. Үңкәр жазуың кішкене. Каусар, жазуың кішкене тағып жаз. 4-ке кім шығарам дейді. Шатын ба? Кел. Өшірі бер оны. Сен арық тақтаға шығар. Бұлай жинақтап жазыңдаршы тақтаға. Бұлай шетіне матап жазшы. Ибарс. Бер жағына матап жазсын сияқты. Квадрат болды, Бибарс. Квадрат. 0,28 квадрат па, Ары қарай. Енді ана квадраттарын айырмасын береді. Екінші ақшаны. 0, 25.
x квадрат бар 0,25-те. Ол тең 0. Орада минус ортасында. Тең 0. Ол деген ана жақшаны ашса, соны бітіретін болды. Болып қойдың ба? Минус 0,8 шығарды. Дұрыс шығарды. Бұл енді оңай, иә? Квадраттарын айырмасымен шығардық. Сенден кәр неше шығып қойды? Аны x-ті алып та, x болмайды ғой, болды ғой енді. Так. Іңкәр наны алды, минус болады бізде. Бадан қателесеміз. На, бір оң ашқанда немен шығады? Минуспен шығады ғой. Сол кезде оңсан шығады. Сен не істеп орсын? Аспа. Жақшан ашқанда минус, плюс болады ғой. Соны екеуі жойылады ғой, болды ғой. Жақшан аш, минус болады, плюс қойса сразу. Плюс қойса. Сонда ана екеуі жойылады да, ана екеуі ғана қалады. Өші бәрі. 3x тең. Минус 1 болды, бергенде. 0 жазбай қойсашы. Ол ден x тауы салсын. 3-1, наоборот болады. 3-1 шығады. Так. 3-1 шықты. 0, минус 0,8 дейді. 3-4, 64-тен 1 деген жауапты шығады екен. Дұрыс, тамаша. Так, мынаны жазып алайық. Бізде кішкене. Так, сонымен сабағымыз бәрін түсінікті ғой, я? Қай есеп бізде шыққанымыз қазір? Үйге 35-те 19 аласыңдар. Біреу, екеуі жетеді, 35-те 19 үйге алыңдар. 35-те 19-ды үйге алып жазып қойыңыздар пока. Так, енді бер қараңыздар. Түгелін бер қарайық. Мына жерде қатесін тап деп тұр. Бірінші өрнегіміз 2m минус 1, 2m плюс 1. Минус m, 4m плюс 5 дейді. Көріп тұрма тақта? Қай жерінде қате бар деп ойлайсыңдар? Қай жерде? Нарада минус болу керек, дұрыс па? Дұрыс. Екіншінде ше? Мына жақшан ашқан қараңыздар. Мынау қалай ашылады? Минус 4m квадрат. Мынау ше? Мынау минус болады. Себебі теріс сан 90 теріс сан болса. Сонда жауап қайсы болады бізде? Сонда жауабымыз енді дұрыс шығып тұр. Мынау дұрыс жауап. Нарада қате жіберген. Көріңдер ма? Таңбадан. Так, келесі есепке көмекшілерге жікте дегенде қате қай жерден көрсіңдер? Қай жақта квадрат? Нарада квадрат болу керек, я? Квадрат болу керек. Мына жақта енді дәлелдеген кезде жақшаны біз ашып дәлелдеуіміз керек. Түсінікті ғой, я? Бұл жақта да жақшаны қысқаша көбейту формуласы. Кім ашып беремін жылдан ұзамаға? Соңғысын. Айтайшы ауызшада. 9n қосылған Квадрат де. 9n квадрат Қосылған. 12 n. Ары қарай? 12n қосылған 4. Қосылған 4. Келесін ашамыз. минус 9n Квадрат. қосылған Минус болады, дұрыс айтады. минус 6n. Минус 1 болады. Дұрыс па? Мына екеуі жойылады ғой. Тағы жойылатын жоқ қой, я? 12-ден қанша болады? Аз айтамын. 6n қосылған 3 қалады. Енді 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ бізде қанша қалады? 2n плюс 1 қалады. Мынау қалды. Көрдіңдер ма? Демек, мына шыққан сан 3-ке бөліне ма? Қалай бөлінбейді? 3 бар көбейсін құрамында. Бөлінеді. 3-ке бөлсек 3 сап береді ғой, мына сан ғана қалады. Мына n-нің орнында кез келген санды ала берсек те шыққан сан 3-ке бөлінеді. Түсінікті ғой, я? Жақсы. Сонымен бүгінгі сабағымыз біздің аяқталды. Қандай сұрақтарымыз бар?
барлық түсінікті ғой, иә? Енді біз тағы да қысқаша көбейту формулаларына есептер шығарамыз алдағы уақытта. Әлі тағы да бізде әлі бір 4 сағатта есебіміз бар осыған шығаратын. Түсінбеген сұрақтарымызды сол сабақтарда жалғастырамыз. Жақсы. Ана парақтар маған жинай беріңдерші түгел. Біреуін жинап берші, біреуін ғана жинап берші. Жинап бер түгел. Фамилияларын жазыңдар ма? Бәрін жазыңдар. Жаңа нелерін тестті бірге қойыңдар, тестті. Атын жазың ба? Мына тестқа да аттарын жасаңдар, тестқа. Кітапты ала бер. Ол шыға береміз.